Сәлеметсіздер ме, құрметті түлектер? Бүгін мен сіздерге магистратураға түсу үшін тапсыратын тестке қалай регистрация жасауға болатындығын көрсетемін. Ол үшін ең бірінші Google-ға жазсаңыздар да болады. Осы App-Test Center сайтын іздейміз. Осылай кіреміз. Сосын сіздер бірінші рет кіріп қойғандықтан регистрация жасау керек болады. Зарегистрироваться. Енді мен өзімнің почтама барамын. Растау батырмасын басу керек болады. Онда сіз қайтадан осы жерге тест центрдің сайтына келесіздер. Сол жерде пароль кейін жазу керек болады. Онда сіздің данныйларыңыз шығады. Сақтап қоямыз. Осыдан кейін осындай профиль пайда болады. Бұл профильден шықсаңыз да болады. Басқа адамды тіркеу үшін моя история дегенде осы жерде ақпарат келеді. 18-ші шілде күні қай күні тапсыратыныңыз туралы ақпарат келеді. Пробный тихона енді жасауға болады. Мой профильге подать заявление деп басасыз. После вузовское образование, магистратура, докторантура дегенді басасыз. Комплексное тестирование. Одан кейін комплексное тестирование магистратуры. Егер сіз ағылшынша оқитын болатын болсаңыз, онда с английским языком учения деп айту керек. Мына айтып тұр, информация о месте времени проведения тестирования будет доступна 18 июля текущего года в личном кабинете поступающего в разделе «Моя история». То есть «Моя история» деген жерді қайта қарап отыру керек. 18-ші шілде күні сізге тестіңіз қай жерде, нешеде өтетіндігі туралы ақпарат келеді. Комплексное тестирование магистратуры деген басасыз. Одан кейін осы жерде бүкіл толтырылған, егер сізде сертификат болған болса, мына жерде жазасыз, қандай сертификатыңыз бар, және қанша балл алғаныңыз. Біздің жағдайда біз қарастырамыз, сертификат жоқ деп. GRE деген тоже жоқ, ол тоже тест международный. Ары қарай направление подготовки, яғни бұл сіздің 1,5 жыл оқисыз ба, 2 жыл оқисыз ба, соған байланысты научно-педагогический таңдасаңыз 2 жылдан оқисыз, одан кейін докторантура оқуға болады. Профильный деген жай магистратура 1,5 жылда бітіп қалатын. Біз научно-педагогический таңдаймыз. Область образования деген неге түсесіз, специальностьқа түсесіз. Мысалы, информационно-коммуникационный технология дегенге түсуге болады. Код наименования группы осы менің астында, областың астында, получается, осындай мамандықтар бар. Бұл жерде таңдайтын мамандығыңыз, сіздің мамандығыңыз болады. Осы мамандықтың магистрі болып шығасыз сосын. Мысалы, информационный безопасность, қауіпсіздік, ақпарат қауіпсіздік. Тапсыру, тест тапсыру тілі орысша, не қазақша. Қай тілден тест тапсырасыз, шет тілі. Ағылшын тілін бә, немецкий ма, немесе французский ма. Біздің жағдайда біз английский болып аламыз. Қалғанын таңдауға болады. Біздің жағдайда астына инвалидность жоқ. Сіз осы ережемен келісесіз бе дейді. Бұл ереже шоуға болмайды. Телефон алып кіруге болмайды, iPhone, iPad-тар кіріп кіруге болмайды деген осы ережелерді сақтау керек. Содан согласен деп басасыз, одан подать заявление дейсіз. Енді осы жерде сіздерге оплата жасау керек болады. Каспи арқылы төлесеңіздер болады, онлайн жасасаңыздар болады. Каспи арқылы төлеу үшін мына шарттарды жасау керек. Сформировать заказ дейсіз, номер заказ шығады. Сосын соны Каспиға енгізу арқылы төлейсіз. Соны кезде, төлеген кезде сізге обновить десеңіз, статусыңыз оплачен болып шығу керек. Ал егер сіз онлайн төлейтін болсаңыз, онда
мынаны басасыз, ары қарай уже жаңағы банктың карточкаңыздың номерін бәрін жазып төлейсіз. Содан кейін сізде заявление подано, уже заявление тіркелді деп келеді ақпарат. Одан кейін 18 шілде күні мына осы сіздің профиліңіздағы моя история бөлігіне келеді ақпарат, қай шағын қай уақытта тапсыратыныңыз туралы.